Қалайсыздар достар? Көп күтіп қалдыңыздар ма? Жалпы біздің небәрі 1,5 айдай болып қалды енді ары барса, 1,5 айда бастаған проектіміз Қуатжан повезу бірінші сериясы 1 миллионнан асып жатыр екен. Күшті, әдемі, қолдауларыңызға рахмет, мың алғыс баршаңызға. Енді бізде кішкене гелік туралы бір-екі ақпарат бар. Достар, гелікке қатысып жатсыздар. Құдай қаласа жақын күндерде стол болып қалады. Алдында 2,5 теңгеден деп айтқанбыз. Енді бізде өзгеріс, өзіміз ақылдаса келе 1000 теңгеден істедік. Гелікке ойынға қатысу 1000 теңгеден болып отыр. Ана 2,5-нан салғандар, сіздер еш уайымдамаңыздар. Сіздерге 3 билет беретін боламыз. Ал 5000 теңгеден көп, яғни 5 билет 5000 теңгеге алсаңыз, 5000 теңгеге 10 билет береміз, 10 мыңға 20 билет береміз. Құдай қаласа барлығы әділ түрде халықтың алдында өткізетін боламыз. Ал 8 серияны тамашалаңыздар. Ойбай, жай, ойбай, жай. Шығар, Амантай. Құспадың, түспадың. Жай. Сәл қалды, басқа амал жоқ. Жігіттер, не істеп жатсыңдар? Гайсынса деген нәрсе бар ғой? Не айтып тұрсың сен? Не айтып тұрғанда, көргенімді айтып тұрмын? Гейсіңдер ма? Немене бөлен ол? Аузыңа байқап сөйле. Ешек қарабұлақский. Давай. Тұрсайшы, дайықса тақанса. Давай. Шадан жүзік шықты ма? Жоқ, кім анау? Не болып отырыз? Аузына ие болмай ма? Мана біз жалдаған әншіміз ба? Жақсын көпті ғой мынаның жігіттер. Так. Жүзік әлі шыққан жоқ. Сен ішіңде. Анаң жағысынды қазір. Мазгалар, планның көтін шығардыңдар ғой, мен бұған қанша уақыт дайындалдым білесіңдер ма? Білесің ба? Біртіндеп көттеріңді айырамын, сука. Брат, не болды сонша дірілдеп? Ханның қызын алайын деп атсың ба? Қыз әлі келген жоқ қой, көресің ғой. Сен қатты ақылсың ба не? Ана әншінің жағын айыр жүргесіңдер. Сол үшін полиция шақырып, сотта жүру керек сен. Полицияны араластырмай қойық. Қалған бәрін өзім реттеймін. Жүзікші. Ол да боқ қалатын жақты. Что-то ішім ауырып тұр. Фой, В общем, қазір қыз келеді. Полный программу өздерің істейсіңдер. Расходты да өздерің көтересіңдер. Түсіндер ма? Брат, сен деген телевизор мете берме. А чо, полиция шақырайын ба? Бұл көзіміз қыстық, брат, реттейміз. Все, бәрін жақсылап реттеңдер. Сәлем, қалайсың жаным? Жақсы, өзің көп күтіп қалмадың ба? Жоқ. Егер күту керек болса, мәңгілік күтуге дайынмын ғой. Ойбай, не дейді? Күшті. А чо, сенбейсің ба не? Шын айтам? Сендім. Давайте ішке кірейік. Или сыртта тұра береміз ба? Жоқ. Сені барлығымыз күтіп отырмыз ғой. Барлығымыз? Іштегі атмосфера дегенім ғой. Кет. Бөле, сен анау әншінің жанында болшы. Оянып кетсе ұйықтатып отырасың.
Аман, ертерек жүзік шығар. Мен әнге дайындалайын. Әнге? Ән айта аласың ба, не бөлесің? Иә да, әнші балапанға қатысқаным бар мектепте. Қазір ана жақта тұрма, Жаз апамның ауылына деген әнді айтып. Ампош, дәл осы жердегі жүзікті тудырып жүрмей тұрғанда, медленней кетіп қалсай, по-любому мұңмен кете алмайсың ғой сен. Болды. Ренжіп қалдың ба? Костюм не қылсам екен, Костюм дейсің ба? Жағын, есімің кім? Ақсұңғар. Ақсұңғар. Қуатжан болады. Қаяқтан көрген бе? Жалпы музыкантпын ғой. Осы жерде өзім ашқам. Осылай парочкалар келіп демалып тұрады. Музыкамен. Қандай ән айтамыз? Точно ән айта аласың ба? Әміре Қашаубаевтан кейін қазір өзім-ау ән айтатын бұл жалғанда. Жақында Францияға концертін берсем ба деп жүрмін. Родной, аккорд беріп тұрсаң болды ғой. Жақын, ары қарай өзімше әкете берем. Болды. Бірақ мына киім сәл тар емес пе өзіңе? Сәл тарлау болып тұршы. Басқасы табылмады ғой. Мана адамгершілікке жата ма, бауырым? Енді бауырым, басқа вариант болмай тұр ғой, көріп тұрсың ғой енді өзің. Или бір костюмың бар ма? Оны айтып отқан жоқпын. Скорый бірдеңе шақырмаймыз, өліп қалса шанау. Енді ана жақта сөзін сабасында қонағың. Енді көреміз, бір мәнісі олар, брат, сояқ бітіріп алайық. Басқа жоқ. Сүйінші. Шықты мынау. Қай жақтан? Қай жақтан не? Тупойсың ба? Шығатын жерден шықты да? Не, өзінше желкеміп тұрсың? Ойбай, осы жүзік табылса болды деп атырын ғой. Өзінше желкеміп қапсың ғой. Жәмән. Мә? Мына жүзікті қалай торттың ішіне салам енді? Торттың ішіне саласың ба? Басқа жерге саласың ба? Главный жүзікті мен шығарып бердім. Ампош қалай? Аман есен босанып алдың ба? Иә. Ол ма қыз ба? Жүзік. Бірлән. Өзінше қатырдым деп тұрсың ғой, Қоя берші, бопты. Бір мынадан басқа бір киім жоқ па? Дұрыстау, әдемі, үлкендеу. Мына мен ұят сияқты да қазір. Жібек, білесің ба, мен сені кездестірген күннен бастап өмірім полный өзгерді десем де болады. Сол үшін рахмет саған. Ұялттың ғой, шын ба? Шын? Енді осы орайда пайдаланып саған айтарым бар еді. Жібек, мен саған... Братан, ән жібере берейік па? Саламатсыз. Неменеге келіп алдың, бір құрсай бар. Просто бір ауыз сұрайын деген ғой, жақсы онда. Мән берме, жігіттер. Жібек, былай ғой. Мен саған... Айтпақшы, киімге мән бермейсіздер ғой. Бұл жерде главный дауыс ән ғой. Не айтып отыр ем? Жібек, мен саған... Біз уже әнді бастап жатырмыз. Гитара тартып бастайын деп жатыр, Жібек. Давайте, ән тыңдап көрейік. Қалай айтатын қызық болып кетті ғой. Ән? Тыңдайық. Ақсұңқар, не ала берсе, болды уж. Не аламыз? Түсінбедім. Давай анау.
мына кафенің аты қандай еді? Аккорд. Аккорд берші. Алғаш сені көргенімде көз жанардың талғанай, сол арудың маған қарап күлім қаққанай, күлімдеген дидарыңнан шуақ нұрын шашқандай, көріп сені қуандым мен бақыт тапқандай. Сен жүрегімді жараладың, сен бір өзіңді ойлап жүрмін мен, сүйген жарым сен, оу, сен жүрегімді жараладың, сен бір өзіңде бән саламын мен, сүйген жарым сен. Үнсіз ғана жымыңдайсың, сырға толы сезіммен, жүрегімнің құпиясын сезгендейсің бе? Бір болайық мәңгілікке, күліп атсын таңымыз, өміріміз гүлдей жайнап, жансын бағымыз. Сен жүрегімді жараладың, сен бір өзіңде бән саламын мен, Брат, сәл жата тұршы. сүйген жарым сен. Ренжіме, Сен жүрегімді жараладың, сен бір өзіңді ойлап жүрмін мен, сүйген жарым сен. Браво! Ұнады ма? Рахмет, тойда қайтсың? Бермейді екен бұлар бірдеңе, ақша қысырса болады ғой? Бәрі сен үшін ғой. Қыз. Қас бермейді. Айта беріңіз. Жаңағы торттарың дайын ғой, Дайын. Әкеле бер. Әкеле бер. Жаным, қыз. О, көптен күткен десертіміз де келді. Ас болсын, жаным. Ту, тәттіге аппетитің болмай тұр. Неге? Жеу керексің сен. Неге? Дәмді ғой енді. Оның үстіне қарның ашады дегендей. Сен үшін ғой, жаным. Жеп алсай. Егер тағы ән керек болса, бір ән бар, жібере берейік па? Ей, неменеге келдің, құрсай бар. Керек болса өзіміз айтамыз. Күшті айттыңыз, рахмет үлкен. Қуасың ба? Неге сонша грубый сөйлеп жатсың? Енді сен мазаладың ма дегенім ғой. Айып етпеші, жаным, Қас білмейді, жаным. Мыналар не істеп бітірмей кетті? Саладың сөзін тез салып тастамай ма? Бекерге шаршатып адамды. сен қой берші, мен айтсайын. Бағана бір аңдып отырмын ғой, мына кішкентай балдар ұқсап. Қазір оянып кетсе ұйықтатуым керек қайттан. Қанша рет оянды? 4 рет оянды. Көзім, жаным. Сендер кімсіңдер? Жігіттер көйіп барасыңдар ғой. Бірақ 5-ші рет ұйықтату керек болды мынаны. Чотам. Деңгейім шақпаттардың деңгейінде ма? UFC-ге барсам қалай екен, Қойшы, 15 минут зорға салдырдың ғой саған қарсылық көрсетпей отқан адамды. Әлде қандай қойшы. Әрине ұйықтады бірақ, жүрегім мықты бәлеген, Алло. Маған кішкене уақыт беріңіздерші. Уәде берем.
барлығын реттеймін. Қарыздың барлығын орнына қоям. Сеніңіздерші маған? Ақша соратын жерді күршек қалып алдым. Мен ол қызға үйленем. Әкесінің полный бизнесі сосын маған өтеді. Қайқа барады? Жалғыз қыз ғой. Уайымдамаңыздар. Барлығын өзім реттеймін. Жақсы, хабарласам өзім. Айбетбек, кішкене күтіп қалдың ба? Сен мәңгі күтуге дайынмын ғой. А? Иә. Айтпақшы, мына торттың ішіне жезік салып қойған екенсің. Сонда маған үйленуге ұсыныс жасағың келді ма? Кішкене сюрприз қылайын дегенім ғой. Онша болмай қалды, иә? Жоқ болды, күшті болды. Сенің маған не үшін ұсыныс жасайтынын мен барлығын білем. Түсінбедім. Қалай түсінбейсің? Сенің пландарың барлығын мен білдім. Саған біреу бірдеңе деді ма? Ешкімге сенбе. Сен дұрыс түсінбегенсің ғой? Мен оны өз аузынан естідім. Мен барлығын түсіндім. Тоқта! Сен маған тұрмысқа шығасың. Әйтпесе, әңгіме басқаша болады. Опа! Жайдан жай емес. Құдайдың өзі көріп тұр екен ғой. Мен дымым таза. Сен басын істема, жібер. Тұз деймін мен саған. Жібере қыз. Сен вообще араласпа, түсіндің ба? Пошел нахуй саған. Өздерің тілеп аласыңдар ғой өстіп. Мына екеуі осы жерде демала тұрсын. Есіле оянса, бізді білмейсің ғой. Ана шығынның бәрін кім төлейді? Бауырым, мына жүзік сатсаң, полный шығының жабады. Ішімнен шықса да, сен үшін қиып беріп отырмын, бауырым. Ал. Досым, бізден кетсе, кешір бізді. Кафеңде тағы бір жұмыс болса шақырасың. Жарай ма? Мына екеуі оянса, бізді көрмедің. Бөлі жаңа ананшы, 4 рет ұйықтатқансың ғой, даң етті. Аманшы. Аман 15 минутта зорға қалқындырды ғой. Аға, рахмет сізге. Оқаш жоқ. Менің орнында кез келген жігіт осылай істемейтін еді ғой, бірақ өзім. Әнді күшті айтады екенсіз. Мынау администраторыңыз ба? Иә? Елжас администратор жігіт қой. Елжас, геликті оталдыра берші. Бұл кісі? Қайсы, бұл ма? Бұл қызметшім ғой. Ауылда бейшара күнін көре алмай, қиналып, братан деп қалаға келгеннен кейін осындай выступлениелер болған кезде қасыма алып алам. Тамақ беріп қоям арасында. Не болды? Қолын құсатып айттың ғой. Амантай, қой, жұмыстан шығарып жерем. Елжастың жанына барып отыр. Машина сөйлесеміз. Осындай мінезі бар. Ақшасы жоқ болса да. Қамқор екенсіз. Өзіңіз қалай қарай есілші шығарып салайын? Жоқ, мен өзім жетіп алам. Сол маған көмектескеннен кейін рахмет айта алмай кете алмадым. Сау болыңыз. Қотжан. Ау? Есімім Қотжан. Жібек. Жібек, жақсы жетіп алыңыз. Жаңағы мазаны алып жатса, хабарласыңыз. Қалай хабарласайын? Сізге администраторның номерін берейін. 705, 725, 30. 24 сағат қой. Жақсы, Жібек. Кебатсың қарасай бар, тілік тындырған адамса, нәзіп. Тоқал ешкі құсап келе жатыр. Ойбай, настроениең күшті ғой бөлі. Шеф, қайда барайын, не бұйырасыз? Әміршіңізге құлдық тақсыр не бұйырасыз?
қойыңдар ше, не болды сонша? Не болды? Қыз көргеннен өзгеріп кеттің ғой. Ауылдан келген бір әшке ғой деп. Мен айтса, администратор болып кеттім ғой, мен білесің ба? Зато номерін алып алдым. Ей, Не болды? ана спецовка киім. Ана әңгітіктен шешіп алмаппыз ғой. Аман, бар шешіп алып кеш. Өзің киіп шештің ғой соны. Бар киіп ал өзің енді. Әкпелессе, Амантай бар. Мен сендер жас балам мен. Барып кел, чауып кел дейтін. Барыңдар өздерің. Үшеуміз барасық. Кеттік. Барасың болады, Амантай, соған кетіп жүрсіз. Менің киім қайда? Мен неге жалаңаш жатырмын? Жібек хабарласпады ма, бөле? Ой, бөле 15-ші рет сұрап жатсың ғой. Звондаған жоқ ешкім. Өзіміз звондасам бекен, Не деп звондамақшың оған? Звондап, ойбай, мен сені жақсы көріп қалдым, жүрекші дейсің ба? Шигол балдырақ деп. Әй, бешеш. Не жеркенішті бөле. Айтып тұрған әңгімесін қарсам мұнан. Енді дұрыс қой, теңмен дейді. Ол байдың қызы. Сен сияқтылап не қылады, пысқырып та қарамайды ғой саған ол. Қарайды. Мына түрге байма, басқа ма қызық емес қой. Жүрегін қарс айырылып, жаралап жібереді. Мен кеше байқап қалдым. Ол маған сынып қалды походу. Саған кездескен қыздың бәрі саған сынып қала береді екен да, бөле. Мен не кінәм бар енді? Кешірім сұраймын, жігіттер. Мен қасымда көрінбей қап жатсыңдар. Алло? Я. Болды. Болды, WhatsApp-қа адрес жіберіңіз. Аха, болды, қаршы. Че там, қандай заказ? Білмеймін, гостиница деп отыр ғой. Кеттік. Осыдан азып шешесің. Зор қыздар сындырып алмасам шешен. Ампош қай нөмір деп еді? Қарасы кілтіңе жазылып тұр ғой. Екі кіл тап қойыппын да. Постоянно осындайсың ғой ше. Өмірің істеп жүресің ғой сен ше. Құрып кете. Өзім гостиница деген жерге бірінші рет келіп тұрмын өмірімде. Постоянно дегеніз. Енді ана екі бөлмені көре салайған. Жөндейміз ғой по-любому. Не еріпсің ғой ше. Тиктокерлердің істемейтіні жоқ ше. Әмірші? Епа. Алло, не ағып кеттің, Өткендегі дияй ғой сол. Динар әпшілердікі ше. Ол күтіп тұрмын, тезірек келе қойшы. Опош. Мынау не істеп жүр, Свет бар. Жанып тұр. Анан көрш. Ампула. Ампош. Қылыш болып киініп алып, жібекті свиданияға шақырсам. Қалай? Қочан, қалай түсінбейсің? Ол байдың қыз, миллионердің. Визитпен істейтін жігітке қарамайды ол. Ол менің визитпен жұмыс істейтін білмейді ғой. Мен әнші деп ойлап жүр. Даусыма сынды ғой. Өтірік соға бермеш, Қочан. Тем более мына жерде ішінеге бұзылмаған сет. Жүрші келесі нөмірге барайықшы. Мына бөлме шығар. Көректі. Ботам жан, сен көрмегелі қанша болды? Өзің ғой жоқ болып кеткен, хабарласып тұрсаң болады ғой.
ой мен де сол жұмыс қой, қол тимейді. Әйтпесе саған күніге хабарласуға дайынмын ғой. Жаным, барлық жерлеріңді сүйгім келіп жүр. Жаным. Ау, тәте, не болды? Ассалаумағалейкум, әмір.